Асылмен магазинге барып ақ түс деген челлендж түсіреміз, яғни магазиннен барлық заттарды ақ түсте таңдайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай Асылымның да менің де киімім ақ түсте, және қазір барлық заттардың барлығын, көбіне ол продукты барлығын ақ түсте таңдайтын боламыз. Асылым, біз қайда барамыз? Уф аламыз ба? Су аламыз ба магазиннен? Хорошо, қазір папаң келеді, сосын барамыз, иә? Ал. Магазиннен тағы не аламыз, қызым? Не ол? Уф аламыз. Уф деген ол су. Сосын? Тағы да не аламыз? Айскрим аламыз ба? Айскрим алмаймыз ба? Жоқ оше? Мақ. Аслым кішкене ауырып қалды, сол үшін біз тәтті нәрселер азырақ алып отырсамыз қазір. Бізде ал. Көп аламыз. Қайсы? Ағы емес қой ол? Қой өрсін ба? Молодец. Жүр. Ақ түсті бізге. Оны аламыз. Саны су аласың ба не? Сал. Жүр, кет, тағы да аламыз. Жүр. Ондай алмаймыз. Ондай алмаймыз, жүр. Ладно. Молодец. Жүр, кет. Жүр. Что-то біздің челлендж вообще ақ емес болып кетті ғой мынамен Асылым заттармен. Жүр, кеттік. Атын өзгертеміз, ал. Жүр. Не алсақ болады? Жүр. Ойыншық аламыз, е? Ойыншық аламыз ба? Давай, ақ түсті ойыншық аламыз. Қайда? Қазір мен саған тауып беремін. Дөйші отыр, мен саған тауып беремін. Сколько ақ түсті дін таппай тұрмын менше. Қайсы? Мынау ма? Осындай ала бересің ба? Не сенде бар ғой бұндай? Осыны аласың ба? О, қызым ау. Ладно. Ал. Хочешь мынандай КамАЗ доча? Бар тапқан ақ түсті ойыншығын. И то даже не ақ. Мынандай керек па саған? Осындай аласың ба? Қоя сал, е? Ура, ақ цвет таптық. Отыр. Тағы. Мына жақтан йогурт аламыз. Ақ болмай қалды ғой. Тағы. Айря. Ашып алдың ба? Қоя сал сол жерге. Қоя сал, қызым, әлі ақшасын төлейміз ғой оның? Асылым? Ақшасын төлейміз ғой әлі? Мына жақтан давайте. Сникерс белый алайық. Я? Агуша жейсің ба? Дочь? Агуша жейсің ба? Жейсің ба? Қайсы? Мынау ма? Қазір ашып берем, қызым. Ақшасын төлейік та бірінші бұдан.
И давайте Рафаэла аламыз бачайга. Не аламыз тагы. Что-то совсем. Рафаэл аласына екен. Кішкентай. Что это? Как хорошо, что киндер ақтысты, я? Мама! Қалдырасайшы. Мама, қош, мама, қызым. Болды, я? У нас истерика. Жүр. Жүр. Ертең әперем, жүр. И так жөтеліп атсың, жүрші қызым. Заттарымызды алып шықтық. Почему-то фанта кіріп кетті ақ заттардың арасына. Жүр қызым. Біз үйге келдік, қазір кішігірім антакет жасайық. Сразу айта салайын, арасында мынандай фанта деген басқа түсті заттар бар. Жазуы ақ қолданы понять и просить, потому что біздің үйде сушняк қамапты, сол үшін. И мына суды да. Аслым өзі таңдады, но главное жазуы ақ қой. Келесі бізде он. Аслымда негіз по идее түсу керек, ол дұрыса үйлетеді, киндердің бәрін шешіп тастады. Рафаэлла, йогурт, Эклипс. Аслымға мынандай ақ ойыншық, ақ камаз. Және ақ түсті киндер, сникерс. Және хорошо, что киндерлардың барлығының сырты ақ түсті, потому что без киндера никак. Қызым тоқтан алма? Мынадай сырок, творожок, мороженая масса. Ақ түсті, мамасы жақсы көретін тик-так. Киндер. Және де құм. Және енді асыл мал енді. Тоже ақ қой. Вот. Оказывается, бізге бұндай түспен челлендж түсіру әлі ерте екен, асылымға әсіресе. Оншалық түсінген де жоқ, не істедік, не болдық. Бірақ маған лично өзіме ұнады. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. Ұнаса егер лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Обязательно каналға келдім кетіңіздер. Всем пока! Всем пока, Диш. Пока, Диш.